Кімде қандай шешендік сөз оқиға болады? 11 сынып ұбт-мен айналысып жатсыңдар. Қандай? Балабейдікі. Қандай? Қартайған шағында Балабей халқын жиып 4 сұрақ қояды деген. Жаңа. Айтшы, толық айтшы. Қартайған шағында Балабей халқын жиып мынадай 4 сұрақ қояды: жерден ауыр не, судан терең не, оттан ыстық не, көктен биік не. Осы қойған сұрақтарына халықтан ешкім жауап бере алмайды. Сонда Балабей өзі қойған сұрақтарына өзі былай деп жауап берген екен. Жерден ауыр дегенім ақыл білім, судан терең дегенім оқу ғылым, оттан ыстық дегенім фәни жалған адамның өмірі, көктен биік дегенім тәкаппардың көңілі. Сосын адай туралы заттан адай болсаң дейді ма? Иә, сол бір мейрамханаға барып едік қой, ауыз ашар кезде. Өзбекшеге барып, ауызашарға барып, адай күйін тарт дегенде сол қайтейін адай болсаң дегеннен мен айтайын деп Нұрай. Сосын мен тоқтатып қойғам. Олардың көңіліне ауыр тиеді ғой деп. Шынында енді сондай бір қатты мақтанып отырған кезеңде айтып орнына қойған сөз ғой. Айтуға да болатын еді. Нұрайға ештеңе істей алмайды ғой, қыз бала. Дегенмен енді килігіп келіп айтудың орны жоқ еді. Әңгімелесіп бірмен бір отырған кезде айтып қалса, ол әңгіме басқа. Сондықтан әңгімені айтудың қисыны, орны, реті, сәті болады деген не ғой. Ондайды оқиға болды. Абай мен Жанқұттың сөзін жаттап едік, содан кейін Абай мен Алшынбайдың сөзін жаттағаннан сосын алсын есімде бар екен. Қандай өлеңменен айтқан жері қандай? Өлеңмен айтшы дегенде Жанқұтты Абай не деп жауап береді? Басқалай болса сіз сұңқар самғап ұшқан қиядағы, мен талпынған балапан ұядағы. Болат пышақ өсі. Өрнекті өлең сөзбен кестелесем. Жауап берсем? Бәрін қосылып айтыңызшы, білесің бе? Өлеңді өрнек сөзбен кестелесем. 1, 2, 3. Сіз сұңқар самғап ұшқан қиядағы, талпынған мере балапан ұядағы. Өлеңді өлең сөзбен жауап берсем, дүниенің жалғыз үміт тиянағы. Көз көруі жетпейді қабағына, шаң жарығы түспейді табанына. Болат пышақ өз сабын өзі кеспес, мақұлыққа тартпай қоймас тамағына. Енді қайсы? Ол шумақ өлең ғана. Қатыныңмен дос бол, үйіңе береке кіреді. Азаматпен дос бол, қадіріңді біледі. Білімдімен дос бол, сасқанда ақыл береді. Жақсы. Нұрайдың есінде расында өзі айтқандай көп сөз қалған екен. Қалған оқушылардың есінде ұбт-ның сұрақтарының жоқ. Абай мен Алшынбай. Жақында қайталаған Әбдірахман мен Абайдың арасындағы, жоқ, Абай мен Құнанбайдың арасындағы әке мен бала сұхбат дауы бар. Бір күні Құнанбай Абайдан келіп сұрайды, яғни дос пен қастың деген. жоқ, ақ пен қара туралы. Ол ақ пен қара туралы Абай мен Әбіштің арасындағы емес пе? Ақ зат асыл ма, қара зат асыл ма дейді. Сол ма? Иә, сол қара зат асыл ма? Жақсы, енді ұбт-ға сәттілік деймін. Енді бәріміз бірге жаттататын сөздер болушы еді, ол сынып болып айтатын. Иә. Ол естеріңде бар ма? Алаш ұранынан бастап. Менде неме бар? Алаш ұраны ғой. Сосын қара өлең істейтін еді ғой, ей жігіттер, бұл жігіттер туралы аға жаттатып еді ғой. Ер жігіт. Қандай еді? Ер жігіт, ез жігітпен. Елісін асыл туған ер істейді. Ер жігіт жолдас болса ер жігітпен, жоқ барды алған бетпен теріс істейді. Жақсы, бағдарламаның соңында Алаш ұранын аяқтаймыз. Кім қандай өнер көрсетеді? Өлең оқисыңдар ма, не істейсің? Қандай өнер? Өздерінің шығармашылығынан ба? Мен Абайдың өлеңін. Өлең оқысам болады ма? Болады. Мынау Тастүлек байқауы бар ғой. Соның 7 қазына деген бағыты бойынша арнап шығарған өлең бір еді. Тақырыбы ақиық. 7 қазынаның бірі қыран құсқа арнау ретінде шығарған. Ақиықпен тілдесу. 7 қазынаның бірі қыран құсқа арнау.
Ақиық, сен қайдасың, мен қайдамын, қатар көрген өмірдің шер майданын, бұрын бұлтты қақ жарған қанатыңды қазір неге құлаштап кең жаймадың? Айтқалай жаяменді барған сайын боп барам қая өңді. Мен таппадым саятшыл баяқ елді, бұл тек сіздер тағдырымды төменге қоя берді. Бұл анық, оған оңай. Менің асқақ көңілімді жараладай, қасиетіммен қапасқа салатұғын қадірі жоқ дүниенің. Жорамалай, өмірдің өктемдік ай, суық болмаушы еді ғой көктем бұлай. Қазір қайда мен құлай сүйген шыңдар, жадау аттай жарқ етіп жоқ болдым ай. Ал осы күйім менің, өкірсем де дұшпанға сүйінбедім. Мен түзіңді жортатын тағы емес пем, жер ана сағынтады қиыр белің. Қанша заман болса да назмың еткен, бұл елге жасамаған азғын өктем. Көкжиек көктің ұлы құран құс деп, қайдамаған қаймана тағзым еткен жаз жүрекпен. Қыраным мұзбалағым, солайды құты қашты түз даланың. Күйіңді көріп тұрып ұялады сенің қабағыңдағы мұздан арым. Ерас, адалдығын жүргенмен қанша тұтып, қоғам сені жіберді-ау сонша түтіп. Сен қапаста қалғалы бұл даланы, құзғындар жүр араммен қан састып. Сен сүнбесің, жағалап жүрсең дағы жардың басын, ғазалмын қанатыңды талдырмасын. Қарғалар жүр бақтарда қарқ үнмен, бұлбұлда қазір сенің тағдырласың. Тағдырласым, шынында бұлбұл менің. Біз кеңдігін аңсадық қырдың керім, біздерге бағыштатар жырдың лебін. Дәл қазір батыр жүрек ақын қайда тарылдау құрғыр демім. Ақиық, шырақ, бірақ бір нұр бар бұл әлемде, сәуле соның жетеді құба белге. Сен әлі қаласың мол тарихтарда, сен әлі қаласың мол жыра өнде. Уәде берем айналам куәгерге, өкпеңді бас сол үшін мұнар елге. Сенің жайың дәл қазір сыңар ерге, асқақтарсың, бір күні аспандарсың, құлама тұғырыңнан сірә менде. Осы өлең енді Тастүлек байқауында әлде қалай орын алған екен. Бұйырса марапаттауына барады. Қай орын екенін 20 мамырда көретін боламыз, еститін боламыз. Болдық па, басқа өлең бар ма? Етасын уақыт түсіріліп жасадыңдар. Телефондар қызып кеткен жоқ па? Нұрайым, Ағнас, шаршаған жоқсыңдар ма? Мен шешемді сіз оқысам ба? Мен бірақ дарынмен қоштасу хат деген өзім бір кішкене хат жазып едім. Өзің өлең ба? Өлең емес, жазба, қара сөз деп айтсам. Қара сөз. Мен тек бұны бір оқып көрейін, өздеріңіз бағасын берерсіздер. Дарынмен алғыспен қоштасу. Дарын бұл 4 жылмен бүкіл өміріңе жетерлік сабақ беретін таптырмас мекен. Сенің 4 бұрыш жалаңында өткізген әрбір сәттер мына біздің 62 тамырымызда өрелгенше дүрсілдеп тұрар сөзсіз. Себебі маған да, саған да, қаталдықты да, бақытты да сезіндірген бұл дарын. Алғашқы жүректен шыққан сезімдеріме, көзбен көрген сезімдеріме куә болған бұл дарын. Алғашқы қалам тербете жазған жазбама шабыт сыйлаған бұл дарын. Жұдырықтай жүректердің қағайырла езіле ғашық болған сәттеріне куә болған бұл дарын. Алғашқы рет мына маған асыл мен масылдың мағынасын түсіндірген бұл дарын. Төлеген Айбергенов айтады, қажет жерінде қатыгездік пен қаталдық керек десек те, адамның заңғар ұлылығын сен сағынышыңмен есепте. Сағынбай барсаң таулар да сенің алдыңнан шықпас асқақтап, ойлауың мүмкін дүниені мынау кеткен екен деп тас қаптап. Дарын бұл соңы емес. Біз әлі сен үйреткен үлкен үмітіңді арқалап, шын лебізбен сағынысып қайта ораламыз. Асылында ақындар жырлаған сағыныш деген сезім, дарын сені сағыну үшін жаралған. Егер де біздер үлкен жетістіктерге жетсек, бұл сен маңдай теріңмен суарған ағаштың жемісі екенін ұмытпа. Егер біз үлкен белестерді бағындырсақ, сен берген тәрбиенің нәтижесі екенін ұмытпа. Шынайы мектепке деген қимасты сезім. Қазірден бастап жылап жүрген жоқсыздар, Шыны керек, келгенде кетуге асыққан сезім қазір жоқ. Қазір кетуге келгенде қайтадан келгендегі бір сезімге қайта оралғымыз келетінде, бірақ оралса оралмайды білеміз. Бірақ сол кездегі бақытты шақтарды, қызықты сәттерді еске түсірумен ғана
тоқтап жатырмыз. Мектеппен қоштасуға қимаймыз, себебі бұл жерде біздің әрбір қызықты сәттеріміз өткен, біздің небір бақытты шақтарымыз өткен, біздің жылаған да сәтіміз осы мектеп көрген, біздің қуанғанымызды да көрген, жүректеріміздің қақ айырылғанын да көрген. Біздің достарымызбен әрбір кезде, әрбір біздің ойынымызды да, қызығымызды да, бәріміздің жабырқау көңілімізді де көрген осы абай ескерткіші, осы дарын мектебі және интернат деп айта алатын едім. Нұрай? Мен онда Ататұрып ұл сөйлегеннен без деген шешен сөзді айтсам. Сырым 26 жасында жолдасын ертіп Нұралы ханның ауылына барған екен. Нұралы ханның ауылына келгенде хан Қарахан мен Қараман Тана Малайсарымен сөйлесіп отырады. Сонда Малайсары Сырымға бала шаға аман ба дейді де, ары қарта өздері сөздерін жалғап кетеді. Сол кезде Сырым жолдасына қарап, жүр кетейік, бұлар бізді адам санап отырған жоқ қой дейді. Сол жерде Тана Малайсары, ата тұрып ұл сөйлегеннен без, ана тұрып қыз сөйлегеннен без, сарнайдай сарнаған, сен бала қайсың дейді. Сол кезде Сырым тұрып, ата тұрып ұл сөйлесе, ер жеткені болар, ана тұрып қыз сөйлесе, бой жеткені болар дейді. Сол кезде Тана Малайсары, сен толған екенсің, мен тозған екенмін деп Сырымды қасына алдырған екен. Сосын қадірсіз десең халқымнан сұрайды. Жақсы, рахмет. Кейін бөлек саған бөлек бір тақырып арнаймыз. Гүлшат сенімен сұхбаттасып әңгімелер талқылайтын болады. Бағзада? Шыны керек, әдебиеттің шығармаларын оқимын деп жүріп, өзім бұрынғы жаттаған бүкіл өлең әндерімді барлығын ұмытып қалыппын. Тіпті оқуға да уақыт таппайсың, ән тыңдауға да уақыт таппайсың. Тек қана 100 шығарма бар әдебиетте ұбт-да берілген. Сол шығармалармен ғана шектеліп қалдық. Жақсы. Мына қарап отырсам, сараптап отырсам, төртеуіңде ділмар үйірмесіне кіру, шығып кетіп, қайта келу деген сияқты дүниелерде сондай бір не бар екен. Өзі сондай, төртеуіңде сондай. Мысалы, екеуің кейін келдің, 10 сыныптан. Екеуің басында келдің, бірақ аралықта үзіліс жасап қайта келдің. Мен бұған дейінгі нелерде басынан аяғына дейін тұрақты түрде жүрген оқушылар болды. Бұрында болды, келіп қайта кеткен. Ділмарды қимайсыңдар ма деп сұрасам, басар сұрақ шығар. Осы мектептегі қай мұғалімдердің, қай сабақтардың, қай сәтіндегі, қай кезеңдері өмір бойы есте қалатындай бір естелік болады. Мен бастасам бола ма? Өйткені біз мектептен қоштасып бара жатқанда бұл туралы айтпау дұрыс емес шығар деп ойлаймын. Осы Даранға келгелі мен ер мұғалімнің сабақ бергенін бірінші рет көрдім. Оның бірі осы Жарқын ағай болса, екіншісі Қызат ағай еді. Қызат ағай бізге Бақыт дегенсің ғой, мектептегі екі қазақ тілі әдебиетінен екі мұғалім бар, кейін аян қосылды ғой, сол екеуінен де дәріс алған. Иә, Қызат ағай бізге абайтанудан беретін 9 сыныпта. Сол кездерде Қызат ағайдың сабағына шыны керек, мен бір нәрсе үйренсем екен, осы кісіден бір мінез қалыптастырып, бір кішкене бір жақсы қасиетін бойыма сіңірсем екен деп баратынмын әр сабағына. Себебі Қызат ағай өз ісінің нағыз маманы, тіл әдебиетті, яғни абайтануды жетік меңгерген кісі деп, сол кісіні үлгі деп айта аламын. Себебі әр сөзінде бір астар жатыр, әрбір оның ұрысқанына дейін бізге бір қуаныш етіп, білмеймін, басқалар келіп Қызат ағай ұнамайды, анау мынау десе, мен керісінше Қызат ағай деген оның ұрысқанның өзі бір себебі бар ғой. Ол оның әрбір айтқаны, абайтанудағы әрбір сөзді, абай жолындағы әрбір оқиғаны айтып беруіне және сол нәрседен бір астар шығарып алуы, бізге қарата намысымызға тиіп сөйлеуінің өзі сол кезде бізге қажетті не еді, және соның барлығын бере білді. Ол кісінің сабақтарын мұқият тыңдайтынмын. Және де тіпті ағайдың бір айтқаны бар, осы сендер қазіргі отырған жерлерің ол кезінде мал баққан шаруаның жайлы қонысы болған деп. Басында сенбейтінмін, қалай ол, яғни бұрын мысалы сан ғасыр бұрын осылай болды ма деп. Қазір енді тарихты оқып жатырмыз, ұбт-ға дайындалып. Сол кезде қарасам, осы Алматының маңы ол нағыз Жетісу ғой. Ал Жетісу сол кездердегі ең ірі ошақтардың бірі болған. Шаруа да, мал да, егін де барлығының басы осы Жетісуда қосылып, абайдың өзі осы аралықта шығыс пен солтүстік, оңтүстік шығыстың аралығында жүргендіктен қазір қарап тұрып, кезінде ағай осылай айтып еді ғой, дұрыс екен ғой деп,
ойланып қалған да тұстарым бар. Осы кісілерден тәлім алғаныма қуанам, және де Ғизат ағайды ерекше құрметтеймін. Жақсы. Осы сұраққа қоса жауап беріп кетіңдер. Мектепте қимайтын қай сәт қалды, кім қалды, не қалды? Бірінші сұрақ бағанағы қай мұғалімнің қай сабақтағы қай берген тәрбиесі өмірлік ұстанымға, өмірлік бағыт бағдарға ықпал әсер етті. Екі сұрақты қатар қойып отырмын. Мен жауап берсем болады ма? Жауап беріңіз, мен саған жауап берейін. Сізге отырып маған есіме кетпейтін ұстазбен болған бір сәт көз алдыма келді. Андай көзіме жас үйіреді осы кез. Осы 11-ші сыныпта ең андай Дилмардан шығып кеткеніме ұзақ болды, үзіліс болды, арасы қалай қайтадан кіремін, андай былай өтіп бара жатқан кезде бір осы ауруханадан шығып бара жатып мектепке келдім. Соны мектепте өзімді ұстай алмай қалып қақпадан кіре салып көзімнен ағыл-тегіл жасым алып өтіп бара андай бөлмеге қарай асығып ешкім көріп қоймаса екен, ешкім көрмесе екен деп бара жатқан жолымнан алдынан жарқын ағайсы шыққан. Ол кезде мен Дилмар үйірмесінде жоқпын. Сол кезде ағай тұрып саған не болды, мықты қыздар жыламайды деген жері сол есімнен кетпейді. Сол кезден бастап мен Дилмардан шығып кеткеніме қатты ұялып, қалай қайтадан кірсем болады, қандай амал тапсам болады деп үнемі сөйтіп жүрген кезде бір күні сәті туып, сыныптан біздің ұлдар шығып кетті. Ағай бір жерге жіберді рұқсатымен. Сыныпта тек қана қыздар қалдық. Сосын отырып бір 10 минуттай ағайдың әңгімесін тыңдағаннан кейін ішімдегі бар андай қорқынышымды кішкене ысырып қойып, не де болса көрейін, соңғы мүмкіндік қой деп тақтаға шығып, көз жасыма ерік беріп, ұяттың не екенін ұмытып, сол жерде ағайдан кешірім сұрап, Дилмарға қайттан қосылған сәтін. Сол кезде ағайдың мен андай сол жерде қыздардың алдында, сыныптың алдында бүйтіп төмен түсіріп, жоқ сен керек емессің, өзінше болып шығып кеткен адамсың деп андай итермей, керісінше мені қабылдағанына сол кезде қатты риза болдым. Сол үшін ағай сізге тоқтаусыз рахмет, алғысымды айтамын. Сол сәт есімде қалған. Ал қазір мектепте қимайтын адамдар ол менің осы Дилмар үйірмесіндегі достарым, жанымда жүрген бағзада. Екеуміз 8-ші сыныпта осы Дилмар таныстырды. Соның арқасында әлі күнге дейін бір-бірімізге кәдімгі әпкелі сіңілі ретінде кеңесімізді беріп, бір-біріміздің үйіміздегілер танып, бауырдай араласып кеттік. Сол үшін рахмет айтамын. Қимайтын орта ол бәрібір дарынның ішіндегі адамдар, таныса да танымаса да бірге бір жерге дайындалатын кезде бұрыннан араласатындай құрмет көрсетуі, кішілердің бізге үлкен деп сыйлауы, оның барлығы естен кетпейді. Қимайсың ұстаздарды. Осындай мектепте, осындай адамдармен, осындай ортада оқығаныма Аллаға сансыз шүкір етемін. Ағарда сөйлесем кішкене жылап қалатын сияқтымын. Сол үшін рахмет барлықтарың. Қимайтын адамдар өте көп. Жақсы. Сенің алдыңа айта кетейін, сен соңына түйінде жүр. Ондай бар емес. Иә, мен осы мектепке келгеніме енді 2 жылдың қарасы болса да, жалпы Абай мектебінде бір қимай қалатын сәттер көп болды. Себебі осы әуелі өзімнің сыныптастарымның арасындағы сондай бір сәттер бар. Бір-бірімізбен бірге отырған кездеріміз, сабақтағы сәттерді қимайсың. Және де осы үйірмедегі достарыңда, інілеріңде, қарындастарың сондай бір сәттер болады. Соларды қимай қарайсың. Жалпы өзім осы мектепте өзіме қатты жақын тартқан ұстаздардың бірі ол сіз болдыңыз. Сосын Жансай апай болды. Сөйтіп Ардақ апайлар бар. Жалпы негізі шынында да бұл дарындағы әрбір сәтімнің мен үшін бір құны мен маңызы бар. Соны айтудың өзіне бір қобалжып тұрмай. Жалпы мен дарынды қимаймын. Бар сеніміңді ақтап өтемін, өсиетіңді жаттап өтемін. Дарын мектебім, тәлім мектебім, мен сені мәңгі мақтан етемін деп түйінде қояйын. Тағы айта бергім келеді. Қызық сәттерді еске түсіргенде шыны керек ішімде бір әртүрлі сезімдер ойнап, өзімді өзім түсінбей кететін сәттер.
бұл мектепті әрбір қабырғасын қимайсың, адамдарын қимайсың, достарыңды қимайсың, мұғалімдерді қимайсың, әрбір кісісін қимайсың, шыны керек. Себебі бұл мектеп интернатта ұстап тұрған дүние, бұл жанашырлық, бір-біріне деген ыстық лебіз деп ойлаймын. Бір-біріне деген шынайы лебіздер ұстап тұр. Себебі бұл мектепке келгенде жай ғана мектепке кешігіп келсең, мысалы кешкі тамақтан қалып кетсең, түнгі тәрбиешілер өзінің баласы болмаса да, ей дос келдің бе, жүр тамағыңды істеп же деп барып тамағын беріп, асханадағы апайлардың өзі күліп тамағын беріп, ас болсын қасыңа отырып тамағын беріп, өздерінің шайын беріп деген секілді өзінің өсиеттерін айтып, шыны керек сондай сәттер көп болды менің де. Себебі біз ары кетеміз, бері кетеміз. Мектепте қасыңда жүрген қызықты сәттерді қимайсың шыны керек. Себебі сондай бақытты жүрген сәттерің қадірсіз болады, және ол қысқа уақытта болады, және жоқ болады. Сендерді мен де қимаймын. Әрбір оқушының өзінің орны болады. Мектепте, сыныпта, үйірмеде деген сияқты. Бүгін мына шақырып отырған кезде былай қарап, 11 сыныптағы соңғы сұхбаттасып мектептің қабырғасындағы әңгімелесуіміз осы ма, шынымен уақыт осылай жылдам өтті ма деп менің де көңілім қоңылтақсып қалғаны бар. Қайда жүрсеңдер де сендерге сәттілік тілейміз. Гүлшат, қоятын сұрағың бар ма? Менде сұрақ қалмады, тек қана сіздерге ақ жол тілеп, енді алдыңғы арба қайда жүреді, соңғы арба сонда жүреді дейді. Сіздерге қарап біз бой түзейміз, бұйырса ұбт-ларыңыздан ұтылмай, өздеріңіз қалаған балды жинап, өздеріңіз қалаған жоғарғы оқу орнына түсіп кетсеңіздер деп біз сіздердің тілекшілеріңбіз. Ақ жол тілеймін. Жақсы, басқа айтарларың бар ма? Түйіндейміз ба? Біз енді етасым уақыт әңгімелестік, 2 сағатқа жуық әңгімелестік. Ары қарай да әңгіме айтып беруге болады. Алдағы уақытта тағы да айтармыз. Уақыт деген бар, жоспар деген бар. Қымбатты оқушылар, қайда жүрсеңдер де, өмірдің қай сатында, қай кезеңінде, қай ортада жүрсеңдер де, қай оқу орнынан білім алсаңдар да, өздеріңе адамгершіліктің асыл қасиетін сіңірген, ұлттық құндылықтар мен тәрбиені бойларыңа тартқан Хакім Абайдың бізге қалдырған асыл мұрасын саналарыңа сіңірген осы қасиетті білім ордасын ұмытпаңдар. Біз білім ордасы басқа өңірге көшіп кетсе де жиі ат басын бұрып, қолдарынан келгенше қолдау жасап, кейінгі ізбасар шәкірттеріңе өздеріңнің бағыт бағдар ақыл кеңестеріңді айтып, жеткен жетістіктеріңді бөлісіп, әрқашан осы білім ордасына деген құрметтеріңді жоғалтпаңдар. Және ең бастысы білім ордасындағы мұғалімдер мен тәрбиешілерге деген құрметтерің жоғалмасын. Қай кезеңде болса да мейлі ақсақалды ата, ақсамайлы әже болсаңдар да, ұстаздарыңды, өздеріңе білім берген, тәрбие берген тәрбиешілерді, кейде ата-аналарынан да артық қамқор болған мұғалімдерді ұмытпаңдар. Сонда сендердің бойларында кісілік қасиеттің, биік парасаттың өшпегені жанған деп ойлаймын. Сондай-ақ енді өздеріңе қанат бітірген Ділмар үйірмесіне де қызмет етуді, Ділмар үйірмесінде қызмет етудің жауапкершілігі жалғастыруды, сол арқылы ұлтқа деген азаматтық борыштарыңды, істеуге тиісті перзенттік парыз бен еңбектеріңді әрқашан іске асырып жүрулеріңе тілектеспін. Сендерді сағынамыз, қимаймыз, хабарласып, келіп, кетіп, қалжай біліп, ары қарай да бірге дамуға қызмет жасауларыңа тілектеспін. Бүгінгі әңгімеміз өздеріңнің біраз шынайы өмірдегі бұған дейінгі айтылған, айтылмаған сырларын біразын естідік. Әлі де айтылмай қалған әңгіме көп, қойылмай қалған сұрақ мол. Реті келсе тағы да әңгімелесе жатармыз. Бұл сырласу мен әңгімелесудің соңы емес. Өздеріңе барлық жағынан сәттілік тілеймін. Ұмытып өмірдің бір ғана әншейін бір баспалдағы, оласа үлкен сынақ деп қабылдамаймын. Ал өмірде одан үлкен сынақтар бар. Сол сынақтардан сынбай сәтті өту үшін бойларындағы адамгершілік, қайсарлық, бауырмалдық, жанашырлық, ізгілік, ұлтқа, отанға деген жанашырлық сезімі сарқылмасын. Бір ауыз тілектеріммен аяқтайын. Мен айта кетейін. Мен осы сәтте Елдостың бір Абай мектебінің оқушылары 4 жыл білім алып, 40 жыл ұлтқа қызмет етеді деген сөзі біздің 5 жылдық кештен бері миымда әлі сақталып келеді. Сондай 4 жыл осы мектепте алған білімдеріңізді 40 жыл, одан кейін ұрпақтарыңыз 400 жыл осындай ұлтқа қызмет ететін адам болыңыздар.
жақсы. Қорыта келсек, біздің әрбір түлектің интернатқа айтар дүниесі бағана сіз өзіңіз қолжазбамда айтқандай тек алғыс қана бізді осындай бала үйлескен дана үйлеске айналдырған, енді артық айтқанымызға, бірақ сондай бір дәрежеге жеткізуге тырысқан мектеп үшін біз тек алғысымызды ғана білдіреміз. Алғыс саған дарын, алғыс саған Динар. Осы интернатта оқып жүрген күндеріміз біздің өмір балалығымыздың да шалалығымыздың да куәсі болған күндер. Бір байқайтыным, сыртқа шыққан кездегі өмір басқа, ана дарынның ішіндегі өмір мүлде басқа сияқты да. Дарынның адамдары бізге тура бір бауыр сияқты немесе бір жанымызға жақын адамдар сияқты болып кеткен. Сыртқа шығамыз, мүлде таныс емес адамдар, кейде бір көшедегі адамдарға да қарап қаласың, қас-қабағы қатулы немесе кеспешік болған кезде де. Ал дарындағылар мүлде бір ұрысса да ұрысқандар жаңға жақын тиіп тұра ма, әлде қамқорлықпен ұрысатындай болып көрінеді. Тіпті өзіміздің сынып жетекшіміз Ардақ апайымыз да бірден бір жинап алатын қасиеті бар. Оның әрбір ұрысқаны, тәрбиешіміздің Шопан апайды бар қас-қабағы барлығында бір астарында мейірім, қамқорлық жатыр да. Біз ертең жоғары оқу орнына түскеннен кейін немесе үлкен өмір жолын бастағаннан кейін сол қамқорлықты сағынатын сияқтымыз бәрінен бұрын. Себебі үлкен өмірде біздің басымыздан ешкім бұлай сипап отырмайды. Тіпті осы дарындағыдай адамдар кездеспеуі де мүмкін, тіпті одан да жақсы кездесуі мүмкін, немесе сағынып та қалуымыз мүмкін. Сонда да жеке енді сыныптастарымызбен қоштасып, группаластардың ортасына түскенде бәрібір бір сағыныш сезімі болатын сияқты. Еске алып деген сияқты, мынан осындай бір әдеті бар еді, осылай еді деп. Немесе дарында жүріп, дарында осылай таңғы асты осы уақытта ішетін едік, Қазақстан шоколадын алып жейтін едік, түскі асқа осындай бүгін палау екен деген сияқты бір қуанып жүрген кездер, айранда бірге отыратын кездер, кешкі астан кейін мектеп айналып гитарадағы әндер, барлығы дерлік дарынның бір естеліктері. Ал мұғалімдер туралы айтатын болсақ, барлығы бір төбе. Динаш Оспан апайымыздың өзіне тұрады, Қизат ағайдың өзіне тұрады, бізге тәлімін беріп осы Ділмар үйірмесінің негізін қалап отырған Жарқын ағайдың өзіне тұрады. Барлығы дерлік өз ісінің мамандары. Осындай үлкен бір мамандардан тәлім алғаныма мен қуанамын. Әсіресе осы қазақ тілін оқып бастаған кезде бізде жасыл кітап, көк кітап деген бар ғой, қазақ тілі әдебиеттерінен. Сол кітаптардың авторы осында жұмыс істейтін Динаш Оспан екенін білгенде мен қатты таң қалдым. Яғни мәссаған сонда республиканың ар жағында оқып отырған балалар осының кітаптарын сатып алып оқиды да. Ал біз болсақ олардан мына жерде жүріп тегін дәріс ала аламыз, біз оларды тегін сабағына қатыса аламыз, қажетсе кеңес сұрай аламыз деген сияқты бір қуаныш сезімі мені үнемі денемді шымырлататын. Мен де осындай болам дегендей сезімдер болатын. Тіпті мектепке көмектесіп жатқан Дулат Тастеки, мектеп бітіріп кетсе де осы мектепке арнап кино түсіріп, теледидарда өзінің жұмысын көрсетіп жатқан Жалын ағалар, Мұрат Ешжан ағаларымыздың барлығы дерлік ұлтқа қызмет етіп жатқан тұлғалардың бірі ғой. Біз де сондай адамдардың қатарынан табыламыз деген ойдамын. Жақсы. Мен осы үйірмеге жаңадан қосылып жатқан іні қарындастарыма айтатын бір лебізім болсын. Жалпы бір сөз бар ғой қазақта, шеткі ауыл көшкен кезде ортаңғы ауыл шеткі ауыл болып қалады дейді. Сол секілді Алла қаласа біз осы мектепті абыроймен аяқтап кеткеннен кейін осы мектептің үлгісі болып, Гүлшат, сендер қаласыңдар, Ақназ бар, Болат бар, Сымбат, Нұрайым, әрқайсың бір төбе болыңдар. 8-ші сыныптар сендер Алла қаласа осы үйірмеден тек өздеріңе керек затты алып, және де сол алған заттарыңды қайтадан үйірмеге бере алатындай, үйірмеге қайтадан қызмет ете алатындай тұлға болып қалыптасуларыңды тілеймін. Және ешқашан танбаңдар, мойымаңдар, тек қана бойларыңда жігері, күш, намыс, қайрат болсын. Осындай жарқын ағайларың бар кезде жүздерің жарқырап жүрсін, және де қадірін біліңдер. Барында бағалап ағайдың
бүкіл тәлімін алып қалуға тырысыңдар, өсіңдер, өніңдер, аман болыңдар деп айтқым келеді. жақсы, рахмет. Енді тағы бір қарап отырсам, сендерге 2 ақ жыл шешендік өнерден сабақ берген екен. Солай болды. Басқа кей сыныптарға 4 жыл бердік, кейбіреуіне 3 жыл. Үйірмеде жүрген уақыттарың 2 жылдан аса көп аспайды екен. Демек сендерге менің бергенім аса көп емес екен. Қалғанын өмір үйретеді, өздеріңнің талаптарың мен ізденістерін жеткізеді. Менен ала алмаған дүниелерін алдағы уақытта өздеріңнің ізденістеріңмен және жоғары оқу орындарында оқытушылар арқылы толықтайсыңдар. Бүгінгі жақсы әңгімемізді өздеріңіз жаттатқан Алаш ұранынан үзінді мен Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз, енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Адамдықтың жолында бастаған ерлер соңында, басқаға көңіл бөлмейміз. Қандай шайтан келсе де алдауына ермейміз. Өлер жерден кеттік біз, бұл заманға жеттік біз. Жасайды алаш өлмейміз, жасасын алаш жасасын. Рахмет, алаш жасасын. Сендер жасаулар, еңбектердің жемісті, оқулардың табысты болсын. Рахмет. Сау.